6-шы нұсқа, 16-шы есеп. Теңсіздікті шешіңіз. Теңдеулер жүйесін шешіңіз. Бізге екі теңдеу берген. Бірінші теңдеу. Түбір дәрежесі 3х, азайтылған түбір дәрежесі 3y тең 2-ге. X көбейтілген y тең 27-ге. Бұл екі теңдеу болғандықтан бұны теңдеулер жүйесі дейміз. Бұны біз шығару үшін мына x-тің мәнін тауып, y-тің осы бірінші теңдеуге қойып, сол арқылы шығаруға болады. Немесе бұл теңдеулер мына жауаптар арқылы тез қарастырып шықсақ болады. Қарастырып шығу деген қалай сонда? Бізде вариантта 5 вариант берілген. Бір вариантта мысалы қарайтын болсақ, А вариантын қарастырайық. Бұл жерде бірінші тұрған сан мынау 9, ол x-ның орнында тұратын сан, ал екінші сан y-ның орнында тұратын сан. Сонда бұл айтылады. А вариантында 9, мына x, сонда 9-ды x-ның орнына қоямыз, ал 3-ті y-ның орнына қоямыз, сонда осы теңдік дұрыс болу керек дейді. Егер де 9-ды x-ның орнына қойып, 3-ті y-ның орнына қоятын болсақ, ол 2 тең болу керек. Егер де ондай болмаса, бұл А варианты дұрыс емес болып саналады. Сонда 9-ды, бұны қарап отыратын болсақ, 9 ол 3 дәрежеден шықпайды. Себебі 9 ол 3-тің тек қана 2 дәрежесі. Сондықтан бұны сыз тастаймыз. Бұл есептер тез-тез қарастырып шығу үшін тек қана 3 дәрежеден шығатындарды ғана қарастырсақ болады. Ал мына жерде 27-ні көрейік, В вариантын көрейік. Бұл жерде 27 түбір дәрежесі 3 болса, одан 3 шығады. Бірде неше дәрежесі болса да, одан 1 шығады. Сонда мынадан 27-ні x-ның орнына қойғанда бұл жерден 3 шығады. 3-тен 1-ден өзінен 1 шығады. 3-тен 1-ді азайтамыз, 2-ге тең. Бірінші теңдеу де дұрыс болып саналады. Бірінші теңдеуге салған кезде, ал егер де бұны екінші теңдеуге салып көретін болсақ, 27-ні x-ның орнына қоямыз. 27 көбейтілген 1 тең 27. Бұл да екі теңдеуді де қанағаттандырды. Теңдеудің жауабы осы болып саналады. В дұрыс болады, бірақ сенімділік үшін басқа жауаптарын қарастырып көрейік. Бұл жерде қарап отыратын болсақ, минус 27 дейді. Ал минус сан ешқашанда түбір астында тұрмайтындықтан, бұл С жауабын бірден сіз тастаймыз. Мына Д жауабында дәл осындай. Минус 9, минус сан түбірдің астында тұрмайтын болғандықтан Д-ны да сіз тастаймыз. Ал енді қарап отыратын болсақ, Е жауабында бізде 27-де 1 және 1-де 27 деген екі жауап берілген. Бұл деген сөз 27-ні x-ның орнына қойсақ, және y-ның орнына 1-ді қойсақ, теңдеулері орындалады деген сөз. Сосын екінші жауапта 1-ді x-ның орнына қойсақ, 27-ні y-ның орнына қойсақ, орындалады деген. Оны істеп көретін болсақ, егер де 1-ді x-ның орнына қоямыз, сонда 1, 27-ні y-ның орнына қоямыз, мінекей азайтылған. 27-тен түбір астында 3 дәрежелі болса, одан 3 шығады. Сонда 1 азайтылған 3, ол 2 емес, минус 2 шығып кетеді. Сонда бұл жауапты сәйкес келмейді. Дұрыс жауабы бар.